ұбт спецификациясына сай есеп. Берілген фигурада неше тік төртбұрыш бар дейді. Дәл осы типтегі есептерді шығару үшін алдымен бұл есепте неше бағаннан, неше қатардан тұратынын анықтап алу керек. Жазып шығайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, басқа қарап екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Яғни 5 бағаннан 5 қатардан тұрады екен. Енді осындай есептерді шығарудың арнайы бір формуласы бар. Сол формуланы жазып алыңыздар. Ол формула айтады: m көбейтілген m плюс 1 бөлінген 2 көбейту n көбейтілген n плюс 1 бөлінген 2. Яғни m бағандардың саны, n қатарлардың саны. Олай болса бізде m де 5-ке тең екен, n де 5-ке тең екен. Формулаға қоятын болсақ, 5 көбейтілген 5 қосу 1 бөлінген 2 көбейту 5 көбейтілген 5 қосу 1 бөлінген 2. Олай болса бізде 5 көбейту 6 бөлінген 2 көбейту 5 көбейтілген 6 бөлінген 2. Сонда бізде 30 бөлінген 2 көбейту 30 бөлінген 2. 32-ке бөлетін болсақ, 15 көбейту 15 шығады екен. Ал 15-ті 15-ке көбейтсем, 225 шығады екен. Яғни бұл жерде 225 тік төртбұрыш бар деген сөз. Ол бізде Б нұсқасында дұрыс көрсетілген.